Бүгін сіздермен WebMoney'ден VMZ-ны қалай картаға ақша қылып өткіземіз. Көп адам сұрақ беріпті. Мысалы, VMZ-мыз бар, соны қайтадан Каспи картамызға қалай өткіземіз деп. Ол үшін біз заявка дайындайтын боламыз. Пополнитті басасыздар. Exchanger Money мен все варианты кіресіздер. Вывод на карту таңдайсыздар. Қазақстан теңгесін. Біз бұл жерде 5 VMZ-ны ақшаға айналдыратын боламыз. Каспиге өткізетін боламыз. 5 деп жазасыздар. Қанша болатынын біліп аласыздар. 2076 екен. Екеуінде де көресіздер. Екеуінде де разница болады. 5-ке 1855. Енді біз бұны продать на своих услуг. Продать на своих условиях дейсіздер. VMZ сізде қанша бар деп жатыр. 5 дейміз. 2009 береді екен. Сіз оны 2050 десеңіз болады. Каспи банк. Өзіңіздің банк картаңызды жазасыздар бұл жерге. Мына жеріне банковский картаңызды жазасыздар. Кейін қай банк екенін таңдайсыздар. Өзіңіздікін таңдауыңыз керек. Соған түседі ақша. Подать заявку дейсіздер. Да, дейсіздер. Қате жазып қоймаңыздар, түспей қалуы мүмкін. Создать свою заявку дейсіздер. Банковский картаңыз шығып тұрады. Енді көреміз. Міне, біріншісінде шығып тұр. Біріншісіне шығару үшін ең бірінші тұрған, сіз заявка жасамай тұрған кезде қарап аласыздар. Қаншада тұр. Соған қарай азырақ істей бересіздер.